Армысыз, менің есімім Шахмұрат Ордабаев, мен «Секіргіштер» фильмінің дубляж актері және режиссермін. Эй, ал сенің атың кім? Мейбл? Осында тұрғың келсе, тоған ережелер. Дисней мен Пиксардың жаңадан шығатын «Секіргіштер» фильмінің басқа туындыларға қарағанда ерекшелігі, құндылығы, маңыздылығы, ол оның айтар ең басты ойында. Экология, жануарлар, жер ғаламшарын билеп жүрген адамдардың табиғатпен санасу керектігі туралы, табиғаттың маңыздылығы туралы, жан-жануарлардың да маңыздылығы туралы. Бұл үлкен фильмнің басты месседжтерінің бірі деп айтсақ болады. Мұқияттың да бұл технология арқылы табиғат заңдарына араласуға бол. Адамдардың ойлап тапқан технологияның дыбысының кесірі туралы көрсетіледі. Сол кезде олар ол дыбысты қалай естейді, әрқайсысы әртүрлі естейді. Кесірте өз даусымен бақырады, үйрек өз даусымен бақырады, құндыздар өз даусымен бақырады. Барлығы қосылып бір айғайлап тоқтамайтын бір 3 минуттық айғайлайтын сахна бар. Бәрі қосылып айғайлайды. Жануарлардың ішінде олардың патшасы бар. Сүтқоректілердің патшасы, рептилиялардың патшайымдары, құстар патшасы. Олар жануар бола тұра, олар монархтар ғой. Бастарында тәждер бар. Олар сәл басқаша сөйлеу керек деген сияқты. Сондықтан тіл жағынан келгенде, оларды орындау жағына келгенде біз мейлінше оларға бір монархиялық тілді салуға тырыстық. Бірінші ереже, бөтен болма. Әдем болып кетсің, френд. Том, Лакуан, Тамара, Пруденс, Питер, Питти. Мейбл басты кейіпкер. Сол кезеңнің, былайша айтқанда, Робин Гуды, Жанна Даркі идеясын қашанда қорғайды, әжесінен қалған мұрасы, сол идеяны сақтап келеді, сол үшін күреседі, және оған бір амал ашылды. Трейлердің өзінде де айтады, Джеймс Кэмеронның аватары сияқты ғой деп. Мәссіған, бұл тура аватар сияқты ғой. Бұл аватарға мүлде ұқсамайды. Мейбл, абай бол! Құрметті патша көңілді көрерменіміз, баршаңызды наурыздың 5-нен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында қазақ тілінде өтетін «Секіргіштер» фильмін тамашалауға шақырамын. Табиғат заңдарына араласуға бол. Батырманы тапты. 2026 наурызынан бастап кинода.